Енді біз копирайтинг тақырыбына көшеміз. Копирайтинг дегеніміз ол текст жазу, яғни посттар жазу. Посттар жазған кезде не маңызды? Қараңыз, сіз посттарды просто так жаза салмайсыз. Сіздің әр постыңыз бір мақсаты болу керек. Бұл көп адамдар білмейтін бір сырлар бар бұл жерде. Мысалы, сіз пост жазып жатқан кезде сіз алдын ала білуіңіз керек. Бұл посттың қандай мақсаты бар? Ол продающий пост па? Посттың бір стиліне, түріне қарай. Мынандай түрлер болады. Ол информационный пост, то есть ақпараттық пост. Продающий пост, яғни сатылымға арналған пост, иә. Ол пайдалы пост болуы мүмкін. Storytelling, яғни бір әңгіме, бірнеше бөлімнен тұратын әңгіме болуы мүмкін. Одан кейін развлекательный пост болуы мүмкін. То есть адамдарға бір күлкілі, көңіл күй әкелетін, жеңіл оқылатын пост. Міне осы посттарды сіз мысалы аптасына араластырып тұруыңыз керек. Тек қана күнде информационный пост, ауыр қиын тақырыпта посттарды жібере беруге болмайды. Себебі сіз оқырмандарыңызды жалықтырып жіберуіңіз мүмкін. Бір күні сіз ақпараттық пост жібердіңіз ғой, келесі күні развлекательный пост жібересіз. Мысалы бір жеңіл оқылатын, бір күлкілі әңгіме жазасыз, немесе бір видео жіберсеңіз болады. Сіздің жаңағы подписчиктарыңыз жалығып кетпейді сонда. Үшінші күні сіз бір пайдалы пост жазсаңыз болады. Ол пост уже адамдарға өздері парақшаларына сақтап алатын мүмкін, бір рецепт болуы мүмкін. Келесі күні уже сіз бір әңгіме жазасыз, өзіңіздің өміріңізден алынған, немесе сіз жазушысыз, иә, бір оқиғалар жазған жақсы көресіз. Сонда бірінші бөлімін жазып қоясыз, сізде сондай рубрика бар. Келесі пост сізде бір басқа тақырыпта болуы мүмкін. Сосын қайтадан ақпараттық постқа көшесіз, көрдіңіз бе? Бұл посттың түрлері. Бұдан бөлек әр посттың мақсаты болады. Бізде Инстаграмда мынандай бір негласный дейді ғой, ереже бар. Мысалы, лентада адамдар, мысалы, сіздің оқырмандарыңыз лентада сіздің постыңызды көрді ғой, әдетте олар оқыған кезде бір ғана әрекет жасайды екен. То есть бүкіл әрекеттерді қатарынан жасамайды. Ол әрекеттер қандай? Ол лайк, комментарий, сохранение. Ол дегеніміз, мысалы, сіздің фотоңыз әдемі болса, және сізді қатты жақсы көретін подписчигіңіз болса, ол міндетті түрде лайк басады, иә. Егер фото ұнамаса, лайк баспауы мүмкін. Немесе сізді оқып, тыныш қана лайк баспайтын адамдар болады өзі. Сіздің бір фотоңыз көп лайк жинауы мүмкін, бірақ комментарий аз болуы мүмкін. Немесе аз лайк жинап, комментарийлары көп болуы мүмкін. Немесе сохранениялары комментарий мен лайктың санынан көп болуы мүмкін. Себебі ол бір рецепт немесе бір пайдалы пост. Мысалға, гүлдерді өсірудің 10 құпиясы деген сияқты. Адамдар өздеріне сақтап алды, ол ақпарат қызықты, пайдалы, өздеріне керек, көрдіңіз, оларды комментарий жазып отырмайды, адамдар өздеріне сақтап алды. Сондықтан біз пост жазған кезде соны да ескереміз. Ол ақпараттық пост па, жаңағы развлекательный пост па, соны ескереміз, және бұл сақтап алатын пост па, комментарий жинайтын пост па, әлде лайк жинайтын пост па. Соның бір әрекетіне ғана ориентироваться етеміз. Бір күні біз әдемі фото жібереміз лайк жинау үшін, келесі күні басқа бір күні, иә, комментарий жинайтын пост жазамыз. Ол комментарий жинайтын пост міндетті түрде посттың соңында сұрақтар болу керек. Сіз сұрау керексіз. Бұл туралы қалай ойлайсыздар? Сіздің өміріңізде осындай бар ма? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер деп. Немесе бір қызықты оқиға адамдардың комментарий жазуына итермелейтін пост. Көрдіңіз бе? Келесі ол бір пайдалы пост болуы мүмкін, сохранение жинайтын. Бұл да өте маңызды әрекеттің түрлері. Сіз міндетті түрде бұны білуіңіз керек, осыны қолдануыңыз керек. Бұның барлығы әдетте бірдей жүрмейді. Көбінесе ақпараттық посттарда лайк аз жиналады, комментарийді аз жиналады. Өйткені ақпараттық пост ол оқу керек, адам түсіну керек, вдумчиво оқу керек дейді ғой. Бұл пайдалы ақпараттық пост, ойлануды талап ететін. Және ол жерде сіз егер тек қана фото емес, фотоның үстіне жазу болса, көбінесе ондай фотоларға тоже лайк аз жиналады. Сол себептен ода лайк аз болуы мүмкін, комментарийлар орташа болуы мүмкін да, и сохранениялар көп болуы мүмкін. Және де посттың шығару уақыты өте маңызды. Постты ешқай уақытта, түнгі уақытта жіберуге болмайды. Түнгі деген түнгі 3-тен кейін, 3 пен 6-ның кезінде. Яғни сіз постты, сіздің аудиторияңыз, сіздің подписчиктеріңіз қай уақытта ең көп отыратын кезі, сол кезде шығаруыңыз керек. Мынандай бір қатып қалған бір уақыт жоқ.
яғни осындай уақытта пост шығарсаң күшті охват жинайды деген бір определенный уақыттар бар. Ол примерный, то есть оны ешкім нақты білмейді, но примерныйды сізге айта салайын. Ол көбінесе таңғы 9-дан 12-ге дейінгі уақыт. Сосын обедтің кезіне уақыт, адамдар мысалы жұмыста обед ішіп отыр, демалып отыр, ол сағат 1-ден 3-ге дейін. Және кешкі 9-дың кезіндегі уақыт более активный дейді. Мысалы 8-9-дың кезінде парақшаңызға пост шығарсаңыз болады. 8 бен 10-ның арасында. Онда қателеспейсіз да, сол уақытты шығарсаңыз. И көбінесе декретте отырғанлар түнгі 12-1-ге шейінде отырады дегенде, шынымен де өмірде солай болып жатады. Бір максимум 1-ге шейінде пост шығарсаңыз болады. Мысалға постыңызды сағат 10-да шығарсаңыз, сағат 10-нан бастап түнгі 1-ге шейін жақсы охват жинайды, жақсы комментарий жинайды, көрдіңіз. Ал 1-ден кейін еш уақытта түнгі уақытта постыңызды жібермеңіз. Вот. Және сіздің жіберетін публикацияларыңыз, сіздің посттарыңыздың количествосы, саны. Бір күнде көп пост жіберуге тырыспаңыз. Бұл мүлдем қате нәрсе. Максимум 3 пост, то есть бір күнде. Өйткені қараңыз, сіздің подписчигіңіз, жаңадан келген сіздің подписчигіңіз мүмкін отыр парақшаны листать етіп, и сізде күніне 2-3 түсініксіз фотоларды жібердіңіз, тым көп пост жіберіп қалсаңыз, бір постыңыз ұнамай қалса, немесе күндегінде пост жібере бер екен деп сіздер шығып кетуі де мүмкін, жалығып кетуі де мүмкін. Ол сізді күтіп жүрген де жақсы да. Вот. Определенный желательно количествосы, ол күніне бір пост, немесе 2 күнде бір. 2 күнде бір пост, ол міндетті түрде, то есть сіздің статистикаңыз түсіп кетпес үшін. Өйткені регулярность керек міндетті түрде. 3-4 күн, 5 күн егер шығармасаңыз, сіздің ақыры статистикаңыз түсіп кетуі мүмкін. Ал күніне 3-4 пост лучше жібермеген дұрыс. Лучше аз-аздан күндегінде алдын ала жазып қойыңыз. Мысалы, бір күнде бір ертең, бір күні солай реттестіріп, бір аптаға бөліп қойған дұрыс. Бірақ слишком арасы көп болғанда дұрыс емес. Копирайтингтан мынандай бір фишка бар, сонымен сіздермен бөлісе кетейін. Сіз постыңызды жаздыңыз, дайындадыңыз, редактировать еттіңіз, енді парақшаңызға шығарайын деп отырсыз. Сіздің лентада оқырмандарыңызға жаңағы постыңыз шығады ғой, шыққан кезде алғашқы сіздің бірінші примерно 2 предложениясы ғана көрініп тұрады, 2 сөйлем ғана көрініп тұрады. И ары қарай оқу үшін еще дегенді басу керек. Өзіңіз де көрген шығарсыз. Мысалы, ешені басып ары қарай оқисыз. Сонда, мысалы, сіз сол берілген бөлшекті қызықсыз сөздермен, типичный сөздермен бастамауыңыз керек. Өйткені сіздің оқырманыңыз сіздің фотоңызға қарап, немесе сол сөзге қарап, бүйтіп листать етіп ары қарай өтіп кетуі мүмкін да, сіздің постыңызды оқымау мүмкін. Сондықтан сіздің постыңыздың ең маңызды, ең пайдалы жерін, ең қызықты жерін тақырып ретінде ең бірінші сөйлем қылып жазып қою керек. Және желательно, ол менің лично сіздерге айтатын кеңесім, үлкен әріптермен. Яғни лентада пост шықты, үлкен болып, түсінікті, қызықтырып тұру керек адам, оны ары қарай оқығысы келетіндей бір сұрақ болса да болады тіпті. Ары қарай не болады екен деп жаңағы ешені басы соңына дейін оқуға итермелейтіндей болу керек. Бұл сондай копирайтингтің бір фишкасы. Сіздің тақырып мысалға былай басталуға болады. Мен не себептен арықтай алмай жүрмін деген сияқты, үлкен әріптеме жазып қойыңыз, сондай бір пост шықты, қалай оны ары қарай оқымайсың, уже қызықты болып тұр. А егер оның орнына точкалар ғана тұрса, бар сондай адамдар сөйтіп жазады, немесе бір смайльтар оқып қойдың, ешені басың ерініп тұрасың, ой, не жаздым, скорее всего еш нәрсе жазылмаған шығар дейсің, өтіп кетесің да. Немесе сәлем, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, ауа райы қалай деп басталған посттарды да көбінесе адамдар тіпті ашпайды да, оқымайды да. Оқымағаннан кейін комментарий да қайдан келсін. Немесе сәлеметсіздер ме деп лучше бастамай қойған дұрыс. Нақты сіздің постыңыз не жайлы, ең қызықты нәрсесінен бастау керек қой. Көрдіңіз, адам ары қарай оқуға итермелейтіндей. Пост жазатын кезде кейде бір құлқың болмайтын кездер болады, ол рас. Мысалға, жоспар бойынша посттарыңызды жазып қойдыңыз, одан кейін жаңа жоспар жасау керек. Мысалға, тақырыбыңызды белгіледіңіз. Ол көп блогерларда кездесетін жағдай. Егер сізде де басыңыздан өтсе, ол сізде ғана емес, көп адамдарда солай, менде де солай. Ол өзінің тақырыбын өзіне қызықсыз болып тұра ма, немесе жазған посттың өзіне бір түрлі ұнамай, мынаны адам оқи ма, қызықсыз шығар деген сияқты бір таракандар келеді миға.
на самом деле ол олай емес. Немесе бір қызықты деп белгілейсің осы тақырыпты, ал енді осыған отырып пост жазайын деген кезде бір жазылмай қалатындай болады. Жаза алмай қаласың, не жазарын білмей қаласың, немесе что-то пост жүрмей жатады. Шабыт онша емес па, сондай бір түрлі состояниялар болады. Сол кезде қалай постты жазу керек және шабытты қайдан алып отыру керек. Жалпы ол қалай? Сол жайлы айтамын қазір қысқаша. Жалпы сіз блогер болғандықтан қазірден бастап дайындап қойыңыз. Мынандай идеялар сізге, сіздің өзіңіздің бір шабыт беретін, вдохновение беретін, муза беретін бір источниктарыңыз болу керек. Ондай источниктарға не жатады? Ол тізім қылып жазып қойсаңыз да болады. Сізге қандай нәрселер шабыт береді, соның тізімін жазып қойып, шабыт керек болған кезде сол тізімге қарап, сіздің қол астыңызда болу керек міндетті түрде, соған қарап соларды қолданасыз. Мысалға бір тематикалық сайттар болуы мүмкін, бір тақырыпқа байланысты сіз оқитын, немесе арнайы іздеп тауысаңыз да болады. Интернет деген өте үлкен ғой, керемет әлем. Біз білмейтін қаншама нәрселер бар, қаншама әдемі нәрселер бар, қаншама сайттар бар, пайдалы, мысалы форумдар бар. Сол жерлерден оқып алсаңыз болады. Өзіңізге жазып қойыңыз міндетті түрде. Немесе егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, шетелден алуға болады біраз идея, шабыт, яғни бір шетелдік ресурстардан. Одан кейін басқа блогерларды оқыңыз. Мысалы, шабытыңыз келмей тұрса, өзіңіздің сүйікті блогерларыңыз, мүмкін конкуренттарыңыз. Жалпы блогерларды оқығанда олар әртүрлі посттар жазады, әртүрлі тақырыпқа, сонда бір идеялар келіп жатады. Мен де осы тақырыпқа жазбасам деп, немесе олардың бір күшті пост, күшті әсер етіп жатады, қаншама комментарий жинап, сіз де сол тақырыпта жазсаңыз болады өз ойыңызды. Сондықтан басқа блогерларды оқи жүріңіздер. Олар не жазып жатыр деген сияқты. Маған лично шабыт береді. Менде өзімде инстаграмда закладки бар, идеи постов деген. Сол жерге егер бір пост ұнаса, сол сияқты пост жазғым келсе, мен сол жерге сақтап аламын, кейін соны ашып қараймын. Яғни ол менің источник вдохновениенің біреуі. Бір атақты журнал оқысаңыз болады, немесе бір литература. Мысалы, мен өзім бұрында көп оқитын журнал, кейін кезде оқымай кеттім, бірақ электронный вариантта да интернеттен де табуға болады. Немесе үйіңізде болса, егер қарап, ашып көрсеңіз болады. Жалпы сосын инстаграмнан басқа социальный сеттер, мысалы телеграм канал, өзіңіз міндетті түрде телеграмға тіркеліп басқа каналдарды оқыңыз. Негізі телеграмда өте көп блогерлар бар. Бізде қазақстандықта бар, публичный адамдар, көбінесе мысалы Рашев деген блогер бар, әртүрлі адамдардың. Сосын ресейлік көп парақшалар бар, кәдімгідей блогерлар күшті блог жүргізеді именно телеграмда, кәдімгідей күшті оқып, күшті ақпарат алуға болады, тіпті обучение да алуға болады, вдохновение алуға болады. Сондықтан оқыңыздар. Мен телеграм оқымасам күнім өтпейді, күнде әйтеуір біреуді оқып отырамын, өзім оқитын адамдарым бар телеграмда. Одан кейін бір не обязательно қазақстандық, басқа, мысалы ресейлік, өзіңізге ұнайтын адамдар болса, мысалы парақшалар, мүмкін жұлдыздар өздерінің ойын жазып тұратын, мүмкін олардың фотолары, клиптары сізге шабыт беретін шығар. Солардың творчестволары, өнерлері, немесе бір журналистар, бір атақты өзіңіз еліктеп қарайтын бір қызығатын адамдар болса, мысалы, сол кісілерді оқыңыз, тыңдаңыз. Немесе сіздің мысалы тақырыбыңыздағы бір лидер мүмкін адам бар шығар, лидер мнений дейді ғой, бір блогер бар шығар мысалы. Сосын кітаптар өте қатты, мені кітап өте қатты шабыттандырады. Мен помню, егер көңіл күйім болмаса да кітап ашып оқығаннан кәдімгідей болды, әлемді жаулап алғым келетіндей кітаптар бар. Мен білем соны, специально алып оқимын кейде. Мысалы, Джон Кэханың кітабы маған өте қатты шабыт береді, мен оны білем. Прям қанат бітіреді дейді ғой, сондай. Сондықтан арнайы кітап алсаңыз болады, интернеттен де оқысаңыз болады, мүмкін тіпті библиотекаға барсаңыз болады. Кітап сататын жерге барып, тіпті сатып алмасаңыз да ашып бір қарап, бірдеме идеялар келіп сөйтсеңіз болады. Одан видео ресурстар, яғни ютубта, ютуб каналдарыңыз болсын, бір өзіңізге ұнайтын, соларды көріп, қарап, ішіне бір пайдалы ақпарат іздеп, содан қарасаңыз болады. Мен де көп қараймын, көп блогерларды да қараймын, видео блогерларды, влогтар қараймын, кәдімгідей шабыттандырады. Әсіресе шетелде саяхаттап жүрген, маған сондай блогерлар қызық. Именно ютубта. Одан кейін сізге бесконечно шабыт беретін, ол әрине өзіңіз, сіздің бұрынғы тәжірибеңіз, мүмкін ұмытып кеткен естеліктер, соның барлығын шығару керек. Сіздегі бар тәжірибе, сіздің бесценный дейді ғой, опытыңыз. Мүмкін сіз бұрында бір бала кезіңізде, мектеп кезіңізде, тұрмысқа шықпай тұрған кезіңізде бір жазып жүрген мүмкін бір
набросктарыңыз, қағаздарыңыз, бір заметкаларыңыз бар шығар, бір черновиктарыңыз бар шығар, соларды ақтарып шығарыңыз, соларды дайындап қойыңыз, яғни жазып қойыңыз, что сізде сондай идеялар болған, соны шығарайын деген сияқты. Шынымен де бір идеяларыңыз да болған шығар бұрындағы, соны қазір неге жүзеге асырмасқа, соларды ашпасқа. Сосын тағы бір шабыт беретін керемет, ол конечно же кино, яғни кинолар. Мүмкін сіздің бұрындағы көрген киноңыз, сізге қатты ұнайтын киноңыз, бізде кино көруге уақыт болмай жатады ғой, соны қайттан көріп шығыңыз. Бұрында сізге шабыт берген, көзіңізге жас алып, немесе күлдірткен, бір эстетикалық удовольствие алған бір киноларыңыз бар шығар, соны көріп сізде уже пост жазуға деген шабытыңыз ашылуы мүмкін. Менде де солай. Мүмкін бір сериал болуы мүмкін, иә. Одан кейін музыка шабыт күшті береді. Музыка өзі үй жинауға, бір нәрсе заттарды ақтаруға шабыт береді. Сол сияқты музыка видео түсіруге, сторис түсіруге күшті шабыт береді, көңіл күйді көтереді, адамның миына жақсы әсер етеді. Сосын тағы бір шабыт беретін источник, ол енді тоже керемет, кітаппен, фильммен тең келетіндей. Ол адаммен общение. Яғни, мысалы, значит, егер сіз үйде көп отырып қалсаңыз, уже күнде бір жұмыспен, күйбен, тіршілікпен, жаңа инстаграммен етіп қалсаңыз, үйден шықпай, мысалға, онда, значит, дереу сізге бір адаммен общение ұстау керек, біреумен кездесіп, сөйлесіп, жүздесу керек. Вот отвечаю, содан кейін өзіңіз күшті сезініп қаласыз. Мүмкін бір құрбыңыз болар, мүмкін көп кездеспей жүрген адамыңыз болар. Өйткені адаммен сөйлескеннен күшті шабытты алып, кішкене бойы түзеліп күшті болып қалады негізі. Бір танымайтын адамдармен кездессеңіз болады, кездескіңіз келіп жүрген бір блогерлармен де тіпті өзіңізбен қатарлас, тіпті сондай бір кездесулерге, мысалы, семинарда барған бірдей қыздарға, мысалы, мен семинарға бардым Құралай ханымның, содан кейін біз өзіміз WhatsApp топ ашып кездестік, мысалы, кездесіп жүреміз, сөйлесеміз, жаңа адамдар, ол өте керемет. Бұл жерде не обязательно кездесіп живой, да, сіз даже жаңағы Instagram арқылы, дайрект арқылы сөйлессеңіз де болады. Главное, сөйлессеңіз болады, немесе телефонмен хабарласып, адамның бір-біріне күшті шабыт береді, немесе бір ақылды, жақсы бір болады ғой, мүмкін бір сестраларыңыз бар шығар, солармен кездесіңіз, олар сізге идея айтсын. В общем, живое общение күшті шабыт береді. Сосын тағы бір мынандай әдіс бар. Постыңыз жүрмей жатса, ешқандай шабыт келмей жатса, ол былай, бірақ сізге пост жазу керек, пост жазуға отыру керек, бүйтесіз. Мынандай ұғым бар, фрирайтинг деген. Фрирайтинг деген ол мынандай техника, жазудың техникасы, ол как мозговой штурм сияқты. Мозговой штурмда, мысалы, бірнеше адам отырып, бүкіл идеяларды ақтарып отырып, в процессе идеялар келеді, сол сияқты. Ол сіздің ойыңызға келетін, дәл қазір келіп жатқан барлық ойларды жазу арқылы белгілі бір уақыттың ішінде өзі керек ақпаратты шығарады. Яғни сіз отырасыз, фрирайтинг жасайсыз, жаңағы альбом, блокнотыңызды дайындайсыз, немесе телефонда, немесе қағаз жүзінде, и отырасыз, ойыңызға не келеді, барлығын жазып бастайсыз. Кез келген, ол жерде сіз қателікті түземейсіз, яғни қатемен де жаза бересіз, редактировать етпейсіз, еш реттілігіне қарамайсыз, жаза бересіз, үтір нүктесін қоймай. Бұл жерде тоқтамасаңыз болды, басын бастасаңыз болды. Бұл жерде не жазып жатырмын деп ойламау керек, яғни сіздің барлық внешний шум дейді ғой, ойларыңыздан арылуға да әдіс. И ақырындап сіз басты сұраққа өзіңіз келесіз, бұл әдісті міндетті түрде қолданыңыз. Мысалы, былай бастайсыз, бастысы бастау. Бүйтіп бастайсыз, такс, маған пост жазу керек, бірақ мен не жазатын білмей отырмын. Но мен қазір әртүрлі түсініксіз нәрселер жазып жатырмын, но все равно мен бір нәрсе жазып жатырмын, мен молодеспін деп ары қарай тоқтамай жаза бересіз. И главное, сіз бастадыңыз, 100% сізге гарантия беремін, сіз бастағаннан кейін тоқтай алмайсыз, әйтеуір бір нәрсе жазасыз, и уже кірісіп кеткеннен кейін жұмысқа кірісесіз. Өйткені бұл жерде мынандай механизм кіріседі, ол велосипедтің колесосы деген мысал бар. Мысалы, велосипедтің колесосын бүйтіп дөңгелегін бүйтіп жатқыз қойып, мысалы, айналдырса, бір рет айналдырса, ол айналады да ақырындап тоқта қалады ғой. Вот, сізде сол сияқты, сіздің миыңыздағы колесоны бүйтіп айналдырып жүру керек. Айналдырғаннан кейін өзінің жаңағы несімен, физикасымен айналып кете береді, көрдіңіз бе? Сол сияқты бастысы қозғалту, айналдырып жіберу, міндетті түрде осы әдісті қолданыңыз. Бұл сізге міндетті түрде көмектеседі. Шабыт деген ол сондай нәрсе, келеді, кетеді, барлығымыз адамбыз, бірақ шабытты оятуға да болады, шақыруға да болады. Келмей жатса, осылай фрирайтинг әдісімен жасасаңыз болады.